Қайырлы кеш, құрметті YouTube көрермендер. Бүгін өте дәмді, ерекше болып шығатын сорпа дайындадым. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен табамызды жақсылап қыздырып алғаннан кейін сұйық майымызды құйып, майымызды қыздыратын боламыз. Одан кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Бізде фарш кішкентай болғандықтан барлық құрамды кішірек етіп турадым. Дәл осылай пиязымызды ұзаққа қуырып аламыз. Пиязымыз қызарып бастаған кезде тартылған етіміз салып, жақсылап оны да қуырып алатын боламыз. Тамақты көбірек қуырған сайын дәмі өте ерекше болып шығады. Сондықтан да мен тағамды қандай тағам жасасам да көбірек қуыруға тырысамын. Одан кейін томат пастасын салдым, жақсылап араластырып алдым. Одан кейін ұсақтап туралған қызанақтарымды салдым, және қызыл бұрыш турап салдым. Қалауларыңыз бойынша салсаңыздар да, салмасаңыздар да. Осымен жақсылап араластырамыз. 10-15 минут көлемінде жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін картошкамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін осылай суымызды құйып шығатын боламыз. Отымызды баяу отта қойып, біраз сәбізі піскенге дейін пісіріп алатын боламыз. Одан кейін біздің сорпамыз осылай дайын болды. Енді тазаланған күрішімізді салып, күрішімді салдым, араластырып, қақпағын жауып, 15-20 минутқа қалдырдым. Осымен біздің ыстық көжеміз дайын болды. Ас болсын, өте ерекше болып шықты. Үйдегі балалар өте қатты жақсы көріп жейтін көжелеріміздің бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасап көрген болсаңыз, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыз.